Егер өткеніңнің қайтып оралмайтынын білсең, неге онда әлі күнге дейін сол өткеніңмен бірге өмір сүріп жүрсің? Сәлем, мен сенің онлайн құрбыңмын. Егер де бұл видеоны соңына дейін көрсең, сенің уақытқа деген көзқарасың міндетті түрде өзгереді. Өз басымнан өткен тәжірибелермен, опыттармен сіздермен бөлісетін боламын. Менің каналыма жазылып алыңыздар, лайк басып, өз пікіріңізді жаза кетіңіздер. Мен 2024-2025 жылдары дәл осылай өткен шағымды арқалап өмір сүрдім. Менің теломда үлкен, енді айта алмаймын. Менің дәл немнің иығымның үстінде, яғни арқамның жауырын жағымда бір үлкен өзі телоға да көрініп тұрады, адамның телосы да айтып тұрады, телосы да белгі береді. Сен өткенмен өмір сүріп жатырсың деген сияқты. Қазір көп адам өткен шақпен өмір сүреді, бірақ ол өте үлкен қателік. Мен оны 2024-25-те өткен шағыммен өмір сүріп, сондай ауыр жүктерді көтеріп жүрген мен өзім куәмін. Мен қазір сіздермен бірнеше оқиғамен бөлісетін боламын. 2024-2025-те мен өткен шақпен өмір сүрдім. Өтіп кеткен нәрсені ойлай берем. Мейлі ол қарыз болсын, мейлі ол біреумен ренжісіп қалған болсын, күйеуіңмен ренжісіп қалған болсын, солардың бәрін ойлап өмір сүретінмін. Даже мына өмірдің өтіп жатқанын сезіне алмайтын тұғынмын. Өткен шақпен өмір сүретін адамдар осы өтіп жатқан өмірдің вообще сезе алмайды. Мүлдем сезе алмайды. Менің басымнан өткен, сол үшін айтып жатырмын. Мен осы өмірде көп адамдарды, менің туысым болмаса да, менің бауырым болмаса да, көп адамдарды өзімнің бауырымдай етіп қабылдағанмын. Сөйтіп олармен ренжісіп қалсам, олармен бір жағдай болып қалса, олармен кәдімгі бет көріспейтіндей жағдайға дейін жетіп араласпай қалғанның өзінде сол үлкен нәрсені мен көтеріп жүрдім. Ол ауыр нәрсе, ол үлкен бір айта алмаймын бар ғой, бір тасты көтеріп жүрген сияқты болады да, оның бәрі сенің денеңе жинала береді. Біздің денеміз негізі сөйлейді, денеміздің есі бар. Бірақ біз оны тыңдамаймыз. Мен де тыңдамадым кезінде, ал қазір күшті тыңдаймын. Біреу мені ренжітіп қойса, біреу мен туралы артымнан бір өсек айтса, бітті, мен соған кіріп кете берем. Сонда мен мынандай нәрсе істесем де мен туралы сөйтіп айтып жатыр ма деген сияқты. Потому что мен біреудің ойына тәуелді болып, сол өткен шақ өтіп кетті, болды. Өткен шақ ешқашан да қайтып келмейді. Сен ол өтіп кеткен шағыңды бір түзете алмайсың. Бірақ өткен шақ өзгермесе де, өткен шаққа деген көз қарасымызды өзгерте аламыз. Ол үшін не істеу керек? Өткен шақты қабылдау керек. Адам бірінші өзін қабылдағанда, адам барлық нәрсені қабылдай алады. Мен өткен шағымды қабылдадым. Мен берілдім. Аллаға бардым. Аллахым, мен берілдім. Мен бәрін қабылдаймын. Мен өзіме ұнамайтын денемді, өзіме ұнамайтын тағы да комплекстерімнің бәрін қабылдадым да, өткен шағымды да қабылдауға мне пришлось. Потому что өткен шақпен өмір сүрудің ауыр екенін білдім. Телефонмен өмір сүреміз қазір. Дәл осы телефонды туалетке кірсек те, үлкен дәрет болсын, басқа болсын, телефонмен өткіземіз. Ал біздің қазіргі сүріп жатқан өмірімізді мүлдем сезбейміз, сезіне алмаймыз. Себебі біздің қолымыздағы телефон, сол өткен шақтағы бұрынғы болмайтын әңгімелер, болмайтын өсектер, осының бәрі бізді тек қана жамандыққа алып келетінін түсінейікші. Адам өткен шақпен өмір сүрмеу керек. Өткен шақ өтті, кетті, бітті. Бірақ өткен шағыңды қабылда. Өзіңді, тағы да айтамын, өзіңді қабылдай алсаң, сен өткен шағыңды да қабылдай аласың. Өткен шағың, біз детский травмам бар, анау-мынау деп айтамыз, детский, сол өзіңді, сол травмалар
бәрібір емделмейді ол травмалар. Емдейміз деп айтады психологтар, психиатрлар или там психосоматологтар. Емделеді, бірақ ол бәрібір ойыңда ана жағыңда қалып кетеді ғой. Сол үшін сен сол өзіңді, сол травмаңмен, өткен шағыңмен қосып өзіңді қабылда. Сол кезде сен өткен шақта қарамайсың. Мен уже қабылдап қойғанмын дейсің. Обсуждать те ете алмайсың. Потому что сен уже оны қабылдап қойдың. Все. Қабылдап қойдың. Өткен шақтың темасы бітті ма? Енді болашақ. Болашақтан қорқып өмір сүреміз. Өткен шақтағы нәрсе болашақта да қайталанып қала ма деп. Дәл сондай бір тревожный состояниемен өмір сүрсек, біз сол қайталанған өткен шағымыздағы өмірді болашағымызға тартып ала береміз, тартып аламыз. Потому что біздің ішкі состояниемізде тревожный, қорқыныш деген состояние бар да, сол сезімдеріміз негізі магнит қызметін атқарады. Сол сезімдеріміз сол өткен шақтағы жасаған қателіктерді, сондай заттарды тартып ала береді. Біз бір істі соңына дейін апаруға қорқамыз, апара алмай қалатын сияқтымын соңына дейін деп. Или там жоқ деп бір белгілі бір мотивациямен бастаймыз да, одан кейін белгілі бір жерге келгенде тоқтап қаламыз. Осының бәрі сол болашаққа деген қорқыныштың кесірінен. Болашақтан қорқамыз. Өткен шақтағы нәрсе аяқта да қайталанып қала ма деп. Бірақ сен осы шақта өмір сүріп жатсың да, өмір өткен шақта емес, кешегі күнде емес, ертеңгі күнде емес. Не үшін жаңағы интернеттегі адамдар, мотивация беретін адамдар дәл қазір баста өзгерісті деп айтады. Өйткені кеше болған нәрсе жоқ. Болды, өтті, кетті. Біз кеше біреумен ұрысып қалдық па, соны бір ай созып жүреміз. Деп. Ол мына арқаға груз, белге груз. Короче, блок болып қалады. Телаңның бәрі блок болып қалады да, телаңды ести алмай қаласың. Бірақ тело саған белгілі бір жерлеріңді ауыртып, сигнал береді негізі. Мен бір нәрседен қорқсам, болашақтан или там әлі болған жоқ та, бірақ сол нәрсе болады деп ойлап, уже мен шақырып жатырмын. И сол шақырғаннан кейін сол нәрсе, конечно, болады. Сенің телаң белгі береді, қалай белгі береді, белгілі бір жерлерің ауырады. Ал мен болашақтан қорыққан кезімде менің ішім ауыра беретін, ішім өте беретін менің. Ал ол тело маған белгі беріп жатыр деп түсінбейтінмін мен. Қорыққанымнан ішім өтіп кетті ғой, ішім ауырып кетті ғой деп ойлайтынмын. Прикинь, солай ойлайтынмын. А болашақтан қорықпау керек. Сенің болашағың дәл қазіргі әрекетіңнен, дәл қазіргі ойыңнан басталады. Сен қазіргі сәтпен өмір сүрсең егер, осыдан бір сағатта, қазір сағат мысалға 4 болды делік, 3-тегі болған оқиғаны әлі ойлап деп жүреміз біз. Жоқ, өтіп кетті. Бір сағат бұрын ол уже өтіп кетті, ол қайтып айналып келмейді. Ұмыту керек, қабылдау керек. Все хорошо, қабылдау керек. Все хорошо деп қабылдау керек. Ал біз болашақта не болатынын білмей өзімізден өзіміз қорқып жүреміз. Ойбай, андай болып қалса ше, мынандай болып қалса ше. Оны біреуге айтпасақ та біздің ішіміз бәрін біліп тұр. Сол үшін дәл қазіргі сәтпен өмір сүру керек. Біз бәріміз іздеп жүрген нәрсе ол ақша, көп ақша. Барлығымыздың іздеп жүргеніміз ақша, дұрыс па? Үй алсам, машина алсам, анан алсам, мынан алсам деп жүргенде сол болашақта ойлап болмай қалса ше деп арман мақсаттарымыз толтырып жазып қорқып жүреміз, болмай қалса ше, болмай қалса ше. Уже сол қорқынышың арқылы сен болмай қалады. Қорқынышың арқылы мына жердегі тревожный состояниемен сен сол өмірді тартып жатсың деген сөз. Қайталап айтам, сезімдер магнит сияқты жұмыс жасайды. Сен өзіңе сеніп, когда дәл қазіргі сәтіңе благодарностьпен мына жизнь прекрасна деп өмір сүретін болсаң, вот сол кезде сенің болашағың құрыла бастайды. Ертеңіңді қазір, дәл қазір сенің қазіргі жасап жатқан әрекетің сенің болашағың. Сен қорқып, болашаққа қарап қорқып деп өмір сүрсең, конечно, сол қорққан нәрсең орындалады. Қорқа бермеш, пожалуйста. Сен қорқа беретін болсаң, сенің денсаулығың кетеді, неврозға шалдығасың, білесің ба? Сол үшін қорқа берме. Жасағың кеп тұрма, ертең азаннан бастаймын демеш, ертең азаннан бастай алмайсың. Өйткен сен мына жағың, қайдан бастамайсың деп тұр ғой.
Сен өзің ішкі халіңді түзе, өзіңмен айналыс. Ешкіммен анау туралы, мынау туралы, өсек туралы әңгіме айтып, біреуді обсуждать или осуждать етіп, олай жасамаш. Сенің уақытың здесь и сейчас. Дәл қазір ол сенің уақытың, сенің өмірің өткен шақта 1 сағат бұрынғы, 2 сағат бұрынғы, 1 күн, 1 апта бұрынғы нәрселерде болып жатқан жоқ сенің өмірің. Сенің өмірің дәл қазір болып жатыр. Тап қазір болып жатыр. Сен сол қазіргі сәтіңді бағала. Қазіргі сәтіңді бір қашан өлетінімізді білмейміз. Сол үшін қазіргі сәтіңді бағалап, әр сәттен ләззат алып үйрен, сезініп үйрен. Мына өмірдің қызығын, мына өмірдің кереметтігін, мына өмір қатал емес. Жизнь прекрасна, өте күшті мына өмір. Әр минутынан, әр секундынан ләззат ала біл. Мен қалай ләззат алам, мыналар маған тыныштық бермейді, анау маған тыныштық бермейді. Жоқ, сен солардың бәрін бүйтіп қысып ұстап алғансың. Денеңе бәрін жапсырып алғансың. Проблема сенде, проблема енеңде, күйеуіңде, атаңда, анада, мынада емес. Проблема сенде. Сен сол өз проблемаңды шеш, өзіңнің ішіңдегі проблемаңды шеш. Сол кезде барлығы жақсы болады. Барлығы күшті болады. Сол кезде сезінесің. Сен қасыңда атаң, енең саған мешайт, мен өмір сүруіме мына адам мешайт етеді деген нәрсе, ол үлкен қателік. Сенің өміріңе ешкім мешайт етпейді. Күйеуің де мешайт етпейді негізі. Ешкім сенің өміріңе мешайт етпейді. Өз өміріңді құрастыр, болашағыңды құрастыр. Болашағың сенің өткеніңмен емес, дәл қазіргі жасап жүрген әрекетіңмен болашағыңды жарқырата аласың. Сенің қолыңнан келеді. Просто сен өзіңе сенбейсің. Өткен шағыңнан себеп, өткен шақпен өмір сүріп жүргеннен себеп сен болашақтан қорқып, қазіргі сәтті қалып кетіп жатыр. Қазіргі сәт қалдырмашы. Сен қазіргі әрекетіңді, қазіргі әдеттеріңді өзгертіп бастасаң, сен болашағың мынау болады. Мен саған гарантия бере аламын. Өткен шақтағы нәрселерден кейін уже сен мысалға мобилограф болып істедің да, қойып кеттің. Сен болашақтан уже не бастарың білмей, дәл сол қойып кететін сияқты, менікі емес сияқты болып тұрады деп қорқып тұрасың. Жоқ, менікі емес деген нәрсе жоқ. Менікі емес деген нәрсе жоқ. Сен просто ниеттен соған әрекет жаса, нәтижені өзім жасаймын, анаған дәлелдеймін, мынаған дәлелдеймін. Жоқ, сен ешкімге дәлелдеме, оның арты жақсылыққа апармайды. Оның арты жақсылыққа апармайды. Сен нәтижені жасай алмайсың, нәтижені Алла ғана береді. Сен нәтижені жасай алмайсың, сен тек әрекет жасайсың. Әрекет жасайсың да қалған Құдайға бересің. Аллахым, менен әрекет, дұға әрекетменен нәтижені өзіңнен күтем дейсің, болды. Ананың барлығын қысып ұстап, қашан асығыссың ғой, асығыссың. Ұстап тұрсың сен. Ана проблеманы, мына проблеманы, дененің бәрі тырысып қалғанда, еркін, расслабиться етіп өмір сүре алмайсың. Сен өміріңді біріншіден қиындатып жүрсің. Өмір негізі жеңіл өмір сүруге болады. Кайфпен, дем алып, наслаждаться етіп, бақытты болып өмір сүруге болады. Тыныштықта, ақша да оңай келіп, солай өмір сүруге болады. 24/7 пахать етпеш сосын. 24/7 пахать етпе. Ондай адамдарға көп ақша келмейді. Физический сил дейді да, физический сил үшін сен омен көп нәрсе сатып ала алмайсың. Физический силыңмен. Сол үшін көп ақша келсін десең, жолым ашылсын десең, успешный болам десең, өткен шақты болды ысыр. Өткен шақ саған керек емес. Мен саған тағы да айтам, өткен шақты қабылда. Ұстап бүйтіп тұрған нәрселеріңді жібер. Жеңіле сал, олармен жарыспа, жеңіле сал. Мен жеңілдім. Жеңіле сал, болды. Жеңіл. Мынамен таласып, тармасып, олай өзіңнің энергияңды құртпаш. Өзіңнің ішіңе кіріп ал, өзіңді дамыт. Тек өзіңмен ғана алшы. Дәл қазіргі сәтті сезініп,
осы қазіргі мен өткен шақты қабылдадым, болашақтан қорықпайтын болдым. Дәл қазіргі сәтті қабылдадым. Дәл қазір қазіргі өмірді сезіне аламын. Вот это кайф өмір сүреміз. Сол үшін менен лайфхак: өткен шағыңды қабылда, түгелімен қабылда. Анаған мынаған ренжіп деп сонымен ерегісіп, зачем? Саған керек емес ол. Сен өсемін, үйтем, бүйтем, сенің четкий мақсатың мен армандарыңды орындаймын десең, бәрінен жеңіле сал. Жеңілді, Аллаға бар. Ана үйтті ғой, маған бүйтті ғой, Құдайға тапсырдым. Зачем? Ол саған керек емес. Ол саған керек емес. Саған керегі өткенді қабылдайсың, осы сәтпен өмір сүресің. 1 сағат, 2 минут или 5 минут өтіп кеткен нәрсемен өмір сүрмейсің. Олай өмір сүрмейсің. Менің видеом пайдалы болды деп ойлаймын. Менің петличкамның зарядкасы өліп қалды. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, мен каналыма тіркеліп, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.